Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әліппе 1-ші сынып 31-ші сабақ. Тақырыбымыз Қ дыбысы мен әрпі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар балалар. Себебі жаңа сабақ сіздерге 1-ші болып көрінетін болады. Қ дыбысы мен әрпі. Қ жалпы балалар көк түспен берілген, яғни дауыссыз дыбыс. Қадан келетін сөздерді айтайықшы. Қасқыр, қоян, қант, қозы, қалам. Қыдан келетін сөздер өте көп. Бірінші қының таспаша түрі берілген, одан кейін жазбаша түрі берілген. Қ әрпін асықтардан жасап көрсеткен. Балалар, Қ әрпін өздеріңіз үйден асықтардан жасап көрулеріңе болады. Енді суретте не берілген? Қозы берілген. Ал енді мына суретке қарап сұрақтар қояйық. Бүгін күн қандай? Бүгін күн жылы. Аулада нелер жайылып жүр? Аулада қозы мен лақ жайылып жүр. Аулада нелер жайылып жүр? Аулада қозы мен лақ жайылып жүр. Балалар не істеді? Балалар асық атып ойнады. Осылайша балалар біз сұраққа жауап бердік. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмада бізге берілген сөйлемдерді оқыңдар деген. Ақ, лақ, қар, қара, қал, қала, қалта, тақта. Ақ, лақ, қара, тақта. Лақ, ақ, тақта, қара. Ал енді мына сөйлемді оқиық. Қаратау. Анау Қаратау, ол қала. Қанат, қала, арала. Яғни балалар, бұл сөзде көп Қ әрпінен басталып тұр. Балалар, енді келесі соңғы тапсырмаға назар аударайық. Соңғы тапсырмамызда суреттер берілген. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Суретте нелер берілген? Бірінші суретте тышқанның суреті тұр. Тышқан деген сөзді бөлсек, тышқан. 6 әріп, 6 дыбыс, 2 буын. Екінші суретте қарға, қарға. 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын. Үшінші суретте асық, яғни 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын. Ал енді үстіңгі жазбада ұяшықтардың ішінде көк түсті бояуда үшеу екеуде, яғни екеу қызыл түспен берілген. Бұл жерге қандай сөз келеді балалар? Қарға сөзі келеді. Қ дауыссыз, А дауысты, Р дауыссыз, Ғ дауыссыз, А дауысты. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.